Саламатсыздар ма? Менің атым Рыскүл, мен Алматы қаласынан болам. Мен сіздерді Greenleaf корпорациясының маркетинг жоспарымен қазақша таныстырғалы отырмын. Жалпы корпорацияның президенті ол Вильям Цуй. Бұл кісінің маған ұнаған несімен ерекше екенін айта кетейін. Бұл кісі негізі лидерлермен жеке жұмыс жасап, команда құру үшін команда құруға және көшбасшылыққа өте жақсы мән береді, ерекше мән береді. Және бұл кісінің философиясы бірге байып, бірге өсейік дейді. Бұл өте жақсы философия. Көп сетевиктер бұны түсінеді деп ойлаймын. Және де бұл кісі Greenleaf'ті, яғни эко-товарды бүкіл әлемге жаңағы брендке айналдыруды мақсатты көздеп отыр. Міне осындай керемет ерекше жан. Жалпы корпорация туралы айтатын болсақ, бұл 1998 жылдан бастап корпорацияның өндірістік, яғни зауыттар, өндіріс өндіретін зауыттардың барлығы 98 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Сол 98 жылдан бастап біздің осы Вильям Цуйдың бұл өндірістік зауыттарының барлығы Шанхайдың қасында 80 километр жерде Сузhou деген жерде орналасқан өте үлкен ауқымды зауыттар. Және ол зауыттардан біз білетін танымал мынандай өнімдердің бәрі шығып жатыр. Шварцкопф, Сиос, Персил, Бреф, Даф, мен енді өзім танитындарын белгілеп өттім. Қалғандарын кейбір брендтерді танымаймын тіпті. L'Oréal Париж, Гарниер, Mary Kay, Estée Lauder, Nivea деген сияқты. Міне осы брендтердің барлығы осы біздің зауыттан шығып жатыр екен. Енді 2016 жылы бұл кісіге бір адамдар совет береді. Бұл Вильям Цуй деген Қытайдағы 1,5 миллиард халықтың ішіндегі нөмір 8-ші Forbes-тегі тұрған миллиардер адам. Оның 98-ден бастап әлем бойынша жаңағы брендтердің бәрі прямой продажамен, яғни тікелей сатумен сатылып жатыр. Бірақ та оған тоже бір адам кеңес береді. Жалпы сетевойға қойсаң, сетевойдан мына жасап жатқаныңнан 10 есе, 100 есе тауар айналым өте жақсы жүреді деп. Сол себепті ол 2016 жылы Greenleaf деген корпорацияны құрады. Және оны желілік маркетинг ретінде тіркеп 2016-тан 2018-ге дейін сол Қытайдың нарығында жұмыс жасайды. Және де ол 2018 жылы оны Россияға кіргізеді. Россияға кіргізген жылдары карантин басталды. Сонымен ол 2 жыл уақыт өтеді. Сонымен 2021-ден бастап толыққанды жұмысын бастайды. 2021 Россияда басталса, 2022-де Өзбекстанда, Қырғызстанда, 2023-де ғана Қазақстанға арнайы тіркеліп осы компания жұмысын жасап жатыр. Міне қазір 2025 жылы бүгін 9 тамыз, яғни Құдай бұйырса сентябрьдің 10 күні 3 жылдығын тойлайды компания. Бұл Greenleaf корпорациясының құрамында тоже мына жерде бірнеше брендтер бар. Соның ішіндегі бізге Қазақстанға келіп тұрған брендтердің атын ата кетейін. Greenleaf'тің өзі ол компанияның негізгі бренді болып табылады. Табиғи, экологиялық, тұрмыстық және күтімдік өнімдерге бағытталған. Одан кейін Швейцарияның Cialux бренді бар. Теңіз балдырлары негізінде жасалған косметикалық және тері күтім өнімдері. Және Pink Point деген әйелдерге арналған жеке күтім және косметикалық өнімдер бар. Одан кейін Кариш, бұл Япониянікі бренд, жеке күтім, балалар күтімі, тұрмыстық өнімдер, денсаулыққа арналған өнімдер, дәрумендер және биологиялық белсенді қоспалар бар. Одан бөлек тағы да Нирлич деген германиялық бренд бар осы корпорацияның ішінде. Тоже биологиялық белсенді қоспалар, денсаулыққа қажетті өнімдер. Және Кардли деген Япониянікі бар бренд, жеке күтім, балалар күтімі, тұрмыстық өнімдер бар. Және Марвизия деген итальяндық брендтен премиум сегментте косметикалық және сәндік өнімдер. Марвизиядан бірақ бүгінгі күні бізге келіп жатқан жаңағы антиблик дейді, яғни блик ультрафиолетовый тарайды ғой толқындар бізде, компьютерден, телефонның бетінен содан қорғайтын антиблик очки өнімдері және возрастқа қарсы, яғни үлкен кісілерге арналған 1,5-ға дейін нашар көретін сондайға арналған очкилер келіп жатыр. Және iLife деген Қытайдың өнімдері бар, өзіміздің зауыттан шығатын бренд өнімдері, тұрмыстық және жеке күтімге арналған өнімдер. Міне осы нәрселердің барлығы Greenleaf корпорациясы болып, әлем бойынша 39 мемлекетте, СНГ-де 7 мемлекетте арнайы тіркеліп таралып жатыр.
барлық өнімдеріне жеке сертификаттардың барлығы бар. Сертификаттардың бәрі сіз тіркелгеннен кейін аккаунтыңызға кірген кезде аккаунтта жаңағы информация деген разделға өтетін болсаңыз, сол жерде өнімдердің әр өнімнің астында қажетті сертификаттардың барлығы тұр. Енді кіру пакеттеріне тоқтала кетсек, Greenleaf'те кіру пакеттері ең кіші пакет 188 мың, 564 мың бриллиант пакет, потом корона пакет 1 миллион 128 мың теңге. Әр пакеттің өзіне тән PV-лері бар. Бізде осы компания ашылғалы бері курс 460 болып тұр, тұрақты, және бір PV ол $1 тең. Сондықтан да мына жерде 188 теңге, ол 275 PV болып есептеледі, 564 мың теңге. 825 PV, 1 миллион 128 мың деген, ол 1650 PV. Және де сіз тіркелген уақытта сізде кабинетіңізге мынандай сыйлық купондар түседі. 128 мың теңгеге тіркелген адамға 678 мың 500 теңгеге сыйлық купон түседі. Ол сыйлық купонға сіздер тауар аласыздар. 564 мыңға 2 миллион 70 мың, 1 миллион 128 мың теңгеге 4 миллион 140 мың теңге сыйлық купондар аласыздар. Қалғандардың кезекті рет-ретмен айтамын. Енді және де сонымен қатар сіз 188 мыңге кірген кезде не аласыз, соны айта кетейін. 188 мыңге кірген кезде сіз бірінші бизнес кабинет алдыңыз. Яғни серіктестік жүйесіндегі бизнес орныңыз, яғни онлайн амияныңыз, бизнес жүргізуге арналған маркетинг құралдарын бәрі соның ішінде компанияның тарапынан оқыту кіреді, оның ішіне тәулік бойы онлайн қолдану. Міне осының бәрі сізге келеді, сіз аласыз осыны. Және өнімнің сыйлықтық жинағы, сыйлықтық жинақтың екі түрі бар. Мынау Сиалюкс косметикамен немесе жаңағы мынау Картлидің суды ионизировать ететін мынандай стакан термосы бар, ішінде фильтрмен бірге. Осы қосылған жүреді, немесе мынау Сиалюкс косметика 4-этапный, өте күшті екеуі де. Не осыны сыйлық аласыз, және 90 жыл бойы сіз 50% жеңілдікке ие боласыз. Яғни сырттағы адам өнімді нарықтағы базардың бағасымен бірдей бағаға алатын болса, сіз осы Greenleaf'ке кіргеніңіз үшін, тіркелгеніңіз үшін, сіз одан 50% арзанға және үнемі кез келген уақытта қажетті заттарыңызды 50% скидкамен алып отырасыз. Қазақстанға арнайы тіркелген 780 түрлі тауар бар. Соның барлығын осындай жеңілдікпен аласыз. Және егер сіз магазин ашам деп ойлаған болсаңыз, қолыңыздан сату келетін болса, онда сізде жаңағы бөлшек саудадан, яғни бірге бір қосып сату мүмкіншілігі бар. Яғни 50% алдыңыз, 100%-ға сата аласыз да, 50% үстінен пайда көре аласыз. Сондай мүмкіншілік бар. Немесе сервис орталықтары ашып, тағы да басқа компанияның беріп отқан именно сервис орталықтарға арналған бонустары бар. Соны алуға сіз мүмкіншілік аласыз. Немесе сіз сет құрып, структура құрып, бизнес жасап, 11 түрлі, 12 түрлі сыйақы табыс аласыз. Және сонымен қатар логистика бар. Оның ішінде егер сіз кем дегенде 250 мың теңгеге тауар заказ беріп жатсаңыз, яғни сіз магазин ашқан кезде, сервис орталығы ашқан кезде, осындай шамаға заказ беріп жатсаңыз, логистика, яғни өздері сіздің адреске дейін жеткізіп береді. Мысалы, кәсіпкерлер түсінеді, кез келген уақытта сіз Қытайдан зат алам десеңіз, ешқандай логистика тегін сізге жұмыс жасамайды, барлық ақша тұрады. Мына жерде осының барлығын тегін жеткізіп әкеп береді. Енді Greenleaf'та егер сіз структура құрып істеймін десеңіз, 11 түрлі бонус бар. Оларды қазір мен жеке-жеке түсіндіріп өтем. Тауарларға келсек, міне барлық категория бойынша тауарлар өте жеткілікті. Жеке гигиена, балалардың тауары, жаңағы ауыз қуысына арналған тауарлар, продукты здоровья, шаш күтімі, бет күтімі, общем деген жаңа парфюмдер, неше түрлі салфетка, туалетная бумага, экотовары для дома деген сияқты толып жатыр. Және бағаларына үңілсеңіздер, барлығы қол жетімді. Енді ең бірінші бонус ол рефералдық бонус. Рефералдық бонустан әр шақырған адамыңыздан компания сыйы 6000 теңге төлейді. Мысалы, мына суреттегідей 2 адам шақырған болсаңыз, сіздің рефералдық бонусыңыз 12 000 теңгені төлейді. Және бұл табыс күнделікті түседі. Бүгін адам жасаңыз, ертең уже түсіп тұрады. Таңертеңгісін. Келесі бонустың түрі бинарлық бонус. Бұл да күнделікті түсетін табыс. Сіз екі жағыңызға осылай 275-тен 2 адам, және олар өздерінің 2 адамын
мына сол жақтағы бір ақ адамын жазды деп есептесек, осы суреттегідей, мына алғашқы тұрған 2 адамнан бір бинар жабылды сізге, екінші қатардағы тұрған бір парадан бір бинар жабылды, екінші бинар мынан жабылуын күтіп тұр. Бұл любой уақытта келесі аптада немесе келесі күні адам түскен кезде мына бинар жабылады да келесі ақшаңыз түседі. Енді үшінші деңгейлік бонус деген бар. Яғни мынау әр деңгейде өзінің орындары бар. Мына структурада бірінші деңгейде 2 адамның орны, екінші деңгейде 4 адамның орны, үшінші деңгейде 8, төртінші деңгейде 16 адамның орны. Егер осы суреттегі сіздер көріп тұрғандағыдай бірінші осылай тұратын болса, сіздің структураңыз бірінші деңгей міне 1-ге 1 жабылды, 38.400 сіз алдыңыз. Ертесі күні бұл да күнделікті түседі. Енді екінші деңгейде мына 4-еуі түгел жабылғанын күтіп тұрмайды. Әйтеуір мына сол жағыңыздан бір адам, оң жағыңыздан бір адам түссе болды, екінші деңгей жабылды деп есептеледі. Және оған 38.400 тағы түседі. Үшінші деңгейде де қарасаңыздар суретте жабылып тұр. Міне сол жақта бір адам, оң жақта 2 адам. Сондықтан бұл деңгей жабылды деп есептеледі, оған да 38.400 түседі. Сосын төртінші деңгейде бір ақ адам тұр. Мына жақта бір адам жазылса, уже бұл деңгейде жабылған болып есептеледі, және оған да 38.400 теңге шығады. Бұл бонустардың барлығы күнделікті түседі. Егер сіз бизнес жасауға келген болсаңыз, 188.000-мен отыра бермей, тездетіп, ар жағындағы жетпейтін разницасын айырмасын төлеп, келесі пакеттерге өтіп алғаныңыз жақсы. Себебі ол жерде бонус алуда айырмашылық болады. Бізде 188-ден кейінгі пакет 564 мың. Яғни сіз 564-ке өту үшін 188 мыңнан және 2 рет төлесеңіз болды, 564 мың пакетін өтесіз. Ол кезде сізге қандай артықшылықтар қосылады, қазір мен мына жерде көрсете кетейін. Егер сіз 564 мыңға адам шақырсаңыз, өзіңіз 564 пакетте болсаңыз, онда сіздің бинарлық бонусыңыз 45.540 теңгені құрайтын болса, ал деңгейлік бонусыңыз 104.880 теңгені құрайды. Және бұл табыстар күнделікті түсетін болғандықтан, сіз күніне 1-2 адам жазсаңыз, командаңызға өзіңіз 2-ін шақырып, содан кейін сол командаға 2-2-ден шақыруды үйретіп бастасаңыз, осылай жалғасып кете берсе, яғни сіз күнде 150-160 мың теңге ақша тауып отырасыз деген сөз. Одан кейінгі мына 4-ші бонустан бастап 11-ші бонусқа дейін бұл классикалық бонустар болып есептеледі. Бұл бонустар айына бір рет, әр айдың 10-ы 11-і күні түседі. Енді соның мына 4-те 1-ші бонус бұл кеш бонус дейміз, кешбек. Яғни сізге ай сайын бір алу керек мөлшер, ол 15 пивеге, бар жоғы 15 пивеге бір зат алып тұрасыз. Яғни бізде 780 түрлі товар бар дедім. Әркім өзіне қажетін алады. Мысалы, мен мына бір косметиканы алдым. Мына бір косметика өзі 15 пивиді береді. Бұл 16.500 теңге тұрады бұл крем. Соны алсаңыз, мысалы 15 пиви. Келесі аптада кір жуын тақтарыңыз бар алатын. Келесі айда жаңағы зубный паста, щетка, шампунь деген сияқты бар. Әйтеуір алатын нәрсе табылады. Себебі бізге күнделікті қолданыстағы қажетті заттар. Ал енді сізге көбірек зат керек болды да, сіз 15 пивиге емес, 200 пивиге зат алып алдыңыз. Ол кезде сізге қажетті 15 пивиді шығарып тастағанда 185 ол артығымен жасап қойдыңыз. Сол 185 пивидің 10% ол 18,5 пиви болса, оны 460 теңге біздің курсқа көбейткен кезде 8510 теңге сізге кешбек қайтады. Бұл кешбек ақшалай шығарып аласыз бұны. Енді келесі бонус, 5-ші бонус. Өнім сатып алған үшін бонус дейді. Мысалы, сіз структура құрдыңыз, структураңызда жаңағы 1-ші деңгейден 5-ші деңгейге дейін. Әр деңгей үшін олардың сатып алған жаңағы кем дегенде 15 пивилік заттары бар ғой, сол заттардың әр қайсынан 4% төлейді сізге. Сонда 1-ші деңгейден 5-ші деңгейге есептеген кезде ол болады 20% құрайды. 6 мен 10-ші деңгейдің ортасында 3%-тен, яғни бұл жерде тағы 5 деңгей тұр ғой, одан 15%. 11-ші деңгей мен 30-ші деңгейдің ортасында 20 деңгей тұр. Ол 20 деңгейден 1%-дан есептегенде 20%. 31 мен 50-дің ортасында тағы 20 деңгей тұр. Олардан 0,5% болғанда 10%, барлық сомасы 65%. Яғни сіз 50 деңгейге дейін команда құрып кете берген кезде, сіздің ай сайын товарообороттан алатын процентіңіз 65%-ды құрайды. Одан бөлек тағы дополнительно бір бинарлық бонустар бар. Бұл маған әлі түсініксіз. Мен бұл компанияға келгеніме бір айдан енді ғана асты. Кейбір бонустарды өзімде әлі толыққанды түсініп тұрған жоқпын. Енді келесі бонустың түрі купон сатып алғаны үшін бонус. Мысалы, ваучер.
бағанағы ең басында айта кеттім, сіз 188 мыңға тіркелген кезде сізге белгілі бір 678.500 ваучер бонус беріледі дедім, иә. Сіз оған тауарыңызды алып, мысалы сіз магазин ашсаңыз, оны тезірек бітуіңіз мүмкін. Ал егер жай потребитель болсаңыз, бәлкім 1-2 жыл жұмсауыңыз мүмкін. Әрқалай. Әйтеуір бір уақытта бітті дейік, компания 90 жыл жұмыс жасайды. Сондықтан сізге тағы да купон бонустар керек. Сол кезде мысалы 10 мың теңге салсаңыз, сізге компания 100 мың теңге электрондық купон береді, кабинетіңізге салып береді. Сонда дәл сол сияқты сіздің де ертең астыңыздағы шақырған адамдарыңыздың купондар таусылған кезде олар осылай купон сатып алады. Біреу 10 мың теңгеге, бәлкім біреу магазин барлар 100 мың теңгеге алады, потому что оған миллион купон керек. Біреулер мысалы сервис орталықтар болса, онда одан да үлкен, оларда оборот жүреді, оларға бәлкім мысалы 100 мың теңге емес 1 миллион теңге салық қою мүмкін. Міне сондай әркімнің салған осындай купон аяқталған уақыттағы салған қайтадан осындай тікелей ақшасынан, купоннан емес ақшасынан 40 деңгейге дейін, сізден бастап 40 деңгейге дейін солардың купонына салған таза ақшасынан 2% сыйақы төленеді сізге. 7-ші лидерлік бонус, бұл яғни статустар бойынша. Мысалы, менеджер статусын жапқан адамдар $1000 компаниядан бонус алады. Старший менеджер жапқандар $2000, директор жапқандар $3000, старший директор жапқандар $5000, директор 1 жұлдызды жапқандар $8000, 2 жұлдызды жапқандар $10,000, 3 жұлдызды жапқандар $20,000-ға дейін бір реттік сыйақы алады компаниядан. Ал егер менеджерді жабу үшін сіздің оң жағыңызда, сол жағыңыздан 44.200 балл болу керек. Яғни сіздің астыңыздан 2 менеджер шықса, сіз уже старший менеджерға көтерілесіз. 2 старший менеджер шықса, директорға көтерілесіз, сөйтіп кете бересіз. Енді келесі чектен чек деген бар. Яғни сіз как только менеджерге шығасыз, уже сіздің командаңыздағы анау адамдар алып жатқан бинары бар ғой, сол бинардан 2%-тен түсе бастайды. Және сіздің статусыңызға қарап бұл 14-ші уровеньге дейін кетеді. 14 уровень бойы әр адамның бинарынан 2% пен 1% осындай шамада чека ай сайын алып отыратын боласыздар. Енді сіз когда менеджер жапқан кезде сізге еще тағы қосымша пассивті табыс қосыла бастайды. Ол СНГ-дің оборотынан 3%. Яғни СНГ-ның оборотынан 3% алып, оны менеджерлардың ортасына бөліп береді. Сол сияқты старший менеджер, директор, старший директор, 1 жұлдызды 2 жұлдыздың ортасында да бөліп беретін осындай үлестер бар. 10-шы лидерлік бонус. Яғни бізде промоушн бойынша үнемі мынандай промоушн болады. Автопромоушн деген бар. Үнемі 6 ай сайын тегін саяхатқа промоушн деген бар. Оны кім жасайды? Сол адамдар промоушн бойынша саяхатқа шығып отырады. Осы біз енді бір ай болды келгенімізге, бізге дейін 6 ай бойы істеген адамдар осы жолы Қазақстаннан 462 адам шығып бара жатыр. Осы промоушнды орындаған. Оны орындау деген оп-оңай екен. Оң жағыңызға, сол жағыңызға 18 мыңнан балл жиналса, яғни ол деген сөз айына бір 9-10 адам жазып отыру керек, командаға. Сол кезде 6 ай бойы сіз осында ұстап отырсаңыз, сіз жаңағы тегін саяхатқа шығып келесіз. Одан бөлек компанияның маркетингі бойынша мынандай саяхаттар бар, туристік сыйақы. Яғни сіз менеджер статусын жаптыңызда, жаңағы промоушн саяхаттан бөлек әртүрлі оқулар болады, оқулар деген сияқты, немесе басқа бір саяхаттар болуы мүмкін. Сол кезде сіз компания 50%-ін төлеп береді, сіз 50%-ін төлеп бара бересіз. Сіз старший менеджер болсаңыз, сіз 30%-ін төлеп барасыз. Директор болсаңыз 10% төлеп барасыз. Старший директор болсаңыз 1% төлейсіз, қалған компания төлеп отырады. Бұл маркетинг бойынша жаңағы туристік сыйақы болып есептеледі. Ал енді мынау жаңағы 6 айда бір болып тұратын саяхат промоушны 1 августте басталды, бүгін 9 август. Және 31 январға дейін уақытта 18 мың балл. Товар оборот бәрлік командамен бірігіп жүреді. Яғни командаңызға ай сайын 10 адам жазып отырсаңыз бітті, бұл сізге тегін саяхат. Және сол сияқты автопромоушн бар. Автопромоушн бірақ бір жылда бір рет есептеледі. Яғни 1 августтен келесі айдың 31 июльне дейін. Яғни бір жылдың ішінде сіз бұны бірнеше рет орындауыңыз мүмкін, немесе бір-ақ рет орындауыңыз мүмкін. Егер сіз 60 мың балл жасап шықсаңыз, яғни бір-ақ рет жасап шықсаңыз, бірінші жылы бәлкім қиын болады.
ол кезде сіз 1.116.000 теңге аласыз. Келесі жылы сізде команда бар, балл накопительный күй кетпейді. Сондықтан 60.000-нің үстіне 60.000 қайтадан жалғасып кете береді. Яғни сіз каждый ай сайын 60.000 орындап отырсаңыз, бір жылдың ішінде 36 рет сіз бұны ала аласыз компаниядан. Максималдық шектеу 36 рет. 36 рет, яғни бір жылда 40 миллионға дейін автопромоушенға бөлінеді. Кім орындайды, ол адамдар алады оны. Одан кейін 10-шы бонустың түрі, бұл жаңағы директор рангымен, директор рангынан жоғары адамдар путешествияға да 1% бөлік төлейді. Бағанағылардан бөлік автомобильге де 0,5% бөлік төлейді. И сосын жилищный программа деп 0,5% тағы бүткіл товарообороттан бөлік төлейді. Міне менеджерге тағы путешествиядан 1% бөліне бастайды. Міне бұл лидерлік бонустың тағы бір түрі. Сосын 11-ші директорлардың премиясы. Бұны мен енді оншағы мән берген жоқпын, директорға жетіп алайық деп оны қоя қойдым. Сосын жаңағы бинар бойынша, деңгейлік бонустар бойынша кішігірім шектеу бар. Шектеу болмаса болмайды, сетевиктер түсінеді. Бинарда міндетті түрде күнделік шектеу сіздің статусыңызға қарап, платина, бриллиант, корона статусыңызға қарап. Платина деген ол 188.000 пакет, бриллиант деген 564.000 пакет, корона деген 1.128.000 пакет. Яғни сіз корона пакетте болсаңыз, күніне $800 кем емес, артық емес бинар алып отырасыз, 168.000 күндік шектеу. Яғни айына $800 30-ға көбейтсеңіз, 31-ге көбейтсеңіз, ол $25.000 құрайды. Яғни айына $25.000 бинарда шектеу бар. Деңгейлік бонуста айына 6 миллион теңге, яғни $13.200 шектеу бар. Яғни команда глубина кеткен сайын қатты өсіп кетеді, сол кезде бұл шектеулер біріне бастайды. Ал ол қатты өсіп кеткенше білінбейді. Сіз бұл шектеусіз күнделікті бонусыңызды алып отыра бересіз. Так, енді мына жерде менеджер жабу үшін 44.200 балл керек, старший менеджер үшін 118.000 балл керек, және әр топта бір менеджерден болу керек. Екі топ кетеді ғой, екі қолыңыз. Оның бір жағы перлив болса да есептеле береді. Бұл жерде бірнеше плюстер бар. Бірінші, балл күймейді, ешқашан үстісіне қосыла береді. Екіншіден, сіздің перливке түскен адамдардың статусы сізге де есептеле береді. Бір жағыңыз ғана кетіп, бір жағыңыз перливпен құрылып кеткен болса, перливтен шыққан менеджер, старший менеджер, директор сізге де бір директордың бар екенін көрсетеді. Сіз бір жағыңызбен жұмыс істеп осы рангтарды көтеріп шығып кетсеңіз болады. Ең несі директорға жетіп алу бар жоғы. Директорға жеткеннен кейін, яғни ол тоқтамастан арғай келесі директор 6 жұлдызға дейін апарып тастай алады сіздерді. Тыңдағандарыңызға рахмет, жақсы, сау болыңыздар.